Сәлеметсіздер ме, мені тұрақты көрермендерім. Бүгін мен сіздерге ашыған қамырдан бауырсақ көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік. Міне ұнға бірден тұзымды салып аламын. Тұз аз болады. Баяғыда мамам марқұм айтатын, ардақ күні бойы бауырсақ пісіріп қояды, тұз аз да болады деп. Сол секілді бүгін тұзым кішкене көбірек салып жатырмын. Мынау дрожжімізді сразу бірден қосып аламыз. Ол да аз болып қалмасын. Ал дрожжи көп болып кетсе, ол тағы да қатты болып кетеді. Сондықтан бәрін мөлшермен. Одан бірден мен сұйық май қосып аламын. Бұрын менің бір жеңгем бар, Айгүл деген. Керемет нанмен байланысты тамақтары, әсіресе бауырсақты нан керемет илейді. Енді мейіз жеңгем де күшті илейді. Енді соның секреті, сөйтсем олар өстіп, маған май қосатын бір күн айтты ғой. Содан бері мен де өстіп, май қосатынды шығардым. Ал енді бісміллә деп, бауырсағымызды илеп қояйық. Әр жексенбіде мен балаларыма бауырсақ пісіріп қоям. Өйткені дүйсенбіден бастап сабақтан қарнымыз ашып келетіні бар. Сондықтан бауырсақпен, вареньемен бір қабат шай ішіп алады балалар. Әдемі күлініп жүрді. Міне енді осыған суда құймаймын, ештеңе құймаймын. Жұмсақ етіп бауырсақты иін қандырып. Баяғыда апам айтушы еді, кез келген нанды иін қандырып изеген кезде нан доп-домалақ болып шығады деп. Сол қазір доп-домалақ қылып шығарамыз. Қамырым домаланды. Астына қазір бір беттей ғана май тамызып қоя қоямын, қақпағын жауып. Ол жеңгелерімнің секреті сол екен. Ол кісілер өстіп майды жағады екен. Соны енді ғана білгенсің ғой. Сен тағы батырлар қосып, мен қолымды ғана түсіре бермеші. Міне, нанымызды қақпағын жауып тындыруға жіберемін. Міне мені наным ашыды. Мінекейлеріңіз қандай тамаша болып көтерілген. Енді мен домалақтап жасайын деп ойлаған ғой. Оған біздің үйге қазір бір құдай қонақтар, құдай жолаушылар келіп қалды. Келеді жарты сағатта. Оғанға дейін біз найман бауырсақ пісіре салатын болдық. Қазір мен найман бауырсақты кесемін. Найман бауырсақ жасай салатын болдым. Өйткені қонақтарымыз қазір кеп қалса ұят қой. Одан да ол кісілер ыстық бауырсақпен шай ішеді. Бала кезімізде мамамыз осылай кескізіп бауырсақты дізіп тұрушы едік. Қазір енді өзіміз мамамыз, өзіміз апамыз. Сағатты қатты қыздырмай пісіріп аламыз. Өйткені ана май қатты қызып кетсе, іші шикі болып қалады. Міне бауырсақтарымыз әп-сәтте дайын болды. Қазір тағы пісіріп жатырмыз. Бауырсақтарды салғаннан кейін бірден аударып алған жақсы. Әйтпесе бір төңкеріліп алса, сосын қайтадан аударылмай қояды. Сіздерге лайфхак деп қойшы. Еңіз менің бауырсағым. Міне арасы қандай күшті. Жүп-жұмсақ, дәмі деген тіл үйіреді. Осы рецептімен сіздер де жасаңыздар. Бауырсақты қандай майға пісірат десеңіздер, мен міне осындай күздің күні осындай майларды ерітіп, бачокқа, бетонға қойып алам. Сосын анда-санда бір шемішкенің майын араластырып қоям. Әйтпесе осығанда пісіре берем. Тоң майға піскен бауырсақ өте тамаша болады. Сіздермен осындай майды қайдан алады деген сұраққа жауап жазып жатырмын.
Құрметті менің көрермендерім, мен әр жексенбіде балаларыма осы бауырсақты пісірамын. Өйткені жұмыстан келген кезде, сабақтан келген кезде балалардың қарны ашып келеді. Сол кезде тамақ пісқанға шекті, олар осы бауырсақты жейді. Жалпы атам қазақ бауырсақты көшіп жүрген кезде де пісірған, қандай жағдай болмасын, бауырсақтан ешқашан қол үзбеген. Сондықтан мен енді келесі жолы сіздерге домалақ бауырсақты пісіруге тырысамын. Сіздермен бірге болған әдеттегідей мен Ардақ Әлбекова. Сіздер маған скоро туған күнім келе жатыр деп па? Скоро менің туған күнім келе жатыр. Соған байланысты мені көріп жатқан және де қосылып жатсаңыздар, өтіп кетпей пайдалы кеңес аккаунтыма, каналыма жазылыңыздар. Әйел адамдар бір-бірін қолдайық, қазақша каналды қолдайық. Сіздермен бірге болған Ардақ Әлбекова. Сіздер менің бір ғана қоңыраушамды басып, келе жатқан туған күніме сыйлық жасаңыздар. Рахмет, сау саламатта болыңыздар. Асымыз көп, бай қуатты болайық. Қазақ елі тыныш болсын, жалпы қазақ халқы тыныш болсын. Сау саламатта болыңыздар.